Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ, өте дәмді болып шығатын сүзбе қосылған булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Құрғақ ашытқы саламыз. Қант қосамыз. Тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды азыдан қоса отырып араластырамыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жүрмейміз, бөліп салатын боламыз. Мінекей бізде осындай қолға жалыспайтын жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше булочкаларымыздың салмасын дайындап аламыз. Бізге сүзбе қажет болады. Сүзбемізге қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Блендердің көмегімен араластырып алсаңыздар да болады. Мен осылай қасықпен араластырдым. Бір сағаттай уақыт өтті. Қамырымыз күшті болып көтеріліп шықты. Қамырымызды жайып алатын боламыз. Егерде қолыңызға жабысып тұрған болса, күнбағыс майын кішкене жағып жүрсеңіздер болады. Енді бетіне дайындап алған салмамызды бір тегіс етіп жайып шығамыз. Салмамызды салып шыққаннан кейін видеода көрсетілгендей орап, түйіп шығатын боламыз. Енді дайындап алған қамырымызды жіптің көмегімен немесе пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Маған осылай жіппен кескен ыңғайлырақ болды. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін көтерілуге тағы да 10-15 минутке қойып қоямыз. Булочкаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Булочкаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 20-25 минуттай қызарғанша пісіретін боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир ұстасаңыздар болады. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жұмсақ болып, іші барлығы толықтай пісіп, әрі өте тез дайындалу жолы. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егерде сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.